онымен бір бола алмайтынымды біле тұра біреуді сүйіп көрдіңіз бе? Тура бір жаңбыр секілді, тек оның терезесін барып қаққың келеді. Болмаса аспандағы ай секілді, пердеден сығалап оның аппақ жүзін өпкің келеді. Толқын секілді тобығың жанып өтіп, жел құсап, шыр айналып, жұпар иісін жұтқың келеді. Бірақ бұл сөз үшін мүмкін емес, тек сырттан қарап жұтына бересің. Иә, ол сенің жанында. Бірге таңғы ас, кешкі ас ішесің, киноға барасың, серуендейсің, қорғайсың, қолдайсың, сыйлықтар әпересің, қайырлы таң деп оятып, қайырлы түн деп қоштасасың. Бірақ жақындай алмайсың, себебі өзінен қорқасың, сезімінен қорқасың, қамқорлықпен құшақтап, құмарлықпен бетпе-бет келуден қорқасың. Ал ол болса сенің мойныңа асыла береді, еркелей береді саған. Бәрі бізді бауыр дейді, сүйсініп қарайды сізге, далбаса бәрі деп аяқтады сөзін ұлан. Тағы да өз-өзін ұстай алмай тыпыршып кетті. Әуелі әрлі-берлі кабинетті кезе бастады. Содан екі қолымен құлағын жауып бір бұрышқа орналасып теңселе кетті. Ұлан, естіп тұрсың ба? Маған қарашы, бәрі жақсы, тыныштал. Бәрі жақсы деп аяғынан ұшымен өзіне қарай жақындай берген Ғазиза Қанатқызын бар күшімен итеріп жіберді де кабинеттің ішін апан-топан қылды. Сыртта кім бар деген дәрігердің даусын естіп, есік алдында күтіп тұрған екі қызметші Ұланды сүйретіп алып кетті. Тыныштандыратын екпе салыңдар деп Ғазиза Қанатқызы арттарынан айқайлап қалды. Ұланды күштеп әкеп палатаға кіргізді. Ұланға бұл жағдайдың бәрі таныс, үйреншікті. Қазір 5-6 адам болып жүріп, бұның қол-аяғын керуетке байлайды, сосын бір медбике келіп білек тұсынан тыныштандыратын екпе егеді. Содан кейін Ұлан қалың әрі бірнеше сағатқа созылатын ұйқыға кетеді. Ал оянған сәтте құдды сап-сау адамдай жуынып, шайынып, төсегін реттеп, киімін ауыстырып, кешкі асын күтіп отырады. Әкесі Ұланды осы ақыл-есі кем адамдарға арналған мекемеге өз қолымен жетектеп әкеп психиатр Ғазиза Қанатқызына аманаттап тапсырғанына 3 жылдың жүзі болды. Қанша терапия, ем-дом жасалса да Ұлан әлі өз-өзіне келмеді. Шыңтуайтында келгенде бұл жердегілердің бәрі Ұланға әбден бауыр басып қалған. Ол өте ақылды, терең ойлы, жан-жағына қамқор, ашық, жарқын адам. Тек ауық-ауық бағанағыдай адам шошырлық жағдайға түсіп, өз-өзіне есеп бере алмай кетеді. Түні бойы бөлмесін кезіп ұйықтамай шығады. Тек дәрінің күшімен ғана көз шырымын алғандай болады. Ұйықтап жатып та бір есімді қайта-қайта қайталап сандырақтай береді. Үсті-үсті басы қара терге малынып оянады. Міне Ұланның көрген күні осы. Оның дерті махаббат, ғашықтық, құмарлық, іңкәрлік, сағыныш, өкініш пен өткеннің елесі. Ғазиза Қанатқызы Ұланды қалайда бұл дерттен сауықтырамын деп тырысқанымен, махаббаттың дауасы жоқ екеніне Ұланға қарап әлдеқашан көз жеткізген. Талай күн мен түн Ұланның жанынан табылып, сырласына айналып, жан дүниесін толықтай зерттеп үлгерген еді ол кісі. Кезекті бір науқас емес, өз баласындай қарайды Ұланға. Жалпы бұл ауруханада жатқандардың бәріне дәрігерден бұрын сырлас, жанын түсінетін, үндемей тыңдай алатын жанашыр жан керектей. Себебі бұл жердегілер тән ауруымен емес, жан ауруымен алысқандар Ұлан сияқты. Бұл жерде күні-түні тыныштық жоқ. Бірі жылап жатса, бірі есінен ауысып, бар даусымен күліп жатады. Енді бірі жан-жағын жайпап жатса, келесісі еш қимылсыз бір нүктеге қараумен отырады. Әрқайсының жан дүниесінде құбылыспен жақсы таныс Ғазиза Қанатқызы, бірақ неге екені белгісіз, Ұланды бұл жерге қимайды. Бәрінен бас кешіп, үмітін үзіп, тура жындының өзіне айналған адамды қайтып мына өмір ағымына ілестіру Ғазиза Қанатқызының міндеті болғандай. Ұланға келгенде бар амалы таусылғандай, бұл махаббат деген тағы бір тағдырды талқан қылғандай боп көрінеді ол кісіге. Ғазиза Қанатқызы Ұланмен бүгін тағы сөйлесіп отыр. Бүгін тағы келді ма деп сұрады Ұланнан. Келді деді Ұлан, жүзіне күлкі үйіріліп. Не деді деп аса сақтықпен сұрады Ғазиза Қанатқызы. Әдемі болып кетіпті деп Ұлан бір нүктеден көз алмай отыр. Тыңдашы Ұлан, өз-өзіңді ұстай алмай ашуланғанда саған қарындасың солай жаса дейме? Деген сол екен дәрігердің. Ұлан, қайдағы қарындасы, қайдағы, мен сізге қанша рет айтамын, ол менің қарындасым емес деп. Ұлан тағы да ашуға мініп, әдеттегідей бұрқалын-талқан бола бастады. Палатасына апарып тағы да екпе салып тыныштандыруға тура келді. Ұланның әкесі мен анасы 4 айлық сезімді жетімдер үйінен асырап алып келгенде Ұлан небәрі 8 жаста еді. Әлі бала болғанымен әр нәрсенің парқына жететіндей түсінігі бар болатын. Анасы Ұланды өте ауыр босанды. Дәрігерлерге ана мен баланы аман алып қалу үшін Ұланның анасын жатырын алып тастауға тура келді.
Сезімді де енді сәби сүйе алмайтын болған соң қыз бала ғой деп асырап алып еді ата-анасы. Ұлан сезімге туған қарындасындай қараса, асыранды екенін бейхабар сезім ұлан десе шығар, жаны бөлек еді. Жылдар өте келе ұлан мектеп бітіріп шетелге оқуға аттанады. Ол кезде сезімнің жасы бар болғаны 9-да болатын. Ағасын қимай өзге елге әрең жіберген еді. Ұлан шетелде ұзақ тұрақтады. Әйтеуір магистратура, докторантура деп елге қайтпай жүріп алған болатын. Жетер жетістігіне жетіп ұлан шетелден оралғанда сезім бой жетіп қалған көркіне көз тоярлықтай аруға айналған тұғын. Сұмдықтың бәрі сол кезден басталған еді. Тыныштандыратын екпеден кейін ұлан оянып кешкі асын ішіп отыр. Кенет селк етіп оң жағындағы бос орындыққа қарады. «Келдің бе?» деді ұлан күлімсіреп. «Келдім. Мен шетелден келген кездегі алғашқы кездесуіміз есіңде ме?» «Есімде. Сол күні сен менің көзіме сондай әдемі болып көріндің». «Білемін. Жүр, ұйықтайсың ба?» «Ұйықтасам сен ғайып болып кетесің. Бірақ мен келем ғой». Ұлан сезімнің елесінен тізесіне басын қойғандай жастыққа жатты да ұйықтап кетті. Ұлан оған күнде келіп онымен сөйлесетін елестің сезім емес, жай ғана өзі ойдан құрап алған бір тылсым екеніне іштей сезгенімен мойындағысы келмейді. Сезімнің тұр-тұлғасы мен әрбір іс-қимылын миында сақтап алғандығы соншалық ойша елесін құрап алған. Таң атты. Бүгінде ұлан дәрігердің кабинетінде отыр. Күндегі терапия. «Ұлан, сезім саған аға дейтін бе еді?» деді Ғазиза Қанатқызы. Тағы да ұланның жан дүниесін үңілмек болып. «Енді жасым үлкен болғасын болар, я аға дейтін» деді ұлан. Сезім шындығында келгенде ұланды туған ағам деп қабылдағанын ұлан өз санасынан өшіріп тастағандай. «Тыңдашы ұлан, сезім саған туған ағасындай қарады емес пе?» деді аса сенімділікпен Ғазиза Қанатқызы, түп санасын қайта жаңғыртпақ болып. «Мен бөлмеме барайын, ол қазір келеді, күтіп қалмасын» деді ұлан дәрігердің сөзін естімегендей. Шынымен естімеді ме, жоқ әлде естігісі келмеді ме, ол жағы ұланның өзіне ғана аян еді. Бүгін терапия тыныш өтті деп іштей Ғазиза Қанатқызы бір уф деді. Психологияда өткеннен еске түсіріп сұрап сырласу арқылы адамда сол өткеннің шырмауынан алып шығуға болатынын ғылым дәлелдеп қойған. Ғазиза Қанатқызы да осы әдіс арқылы ұланның жан дүниесіне, түп санасына, миына, жүрегіне жол тауып азабын жеңілдетпек. Ұлан оқуын бітіріп елге оралған күні оны аэропорттан әкесі мен сезім күтіп алған еді. Аға деп жүгіріп барып мойнына асылған сезімді ұзақ жылдан соң алғаш көргенде-ақ жүрегі дір еткен. Көлікпен үйге кетіп бара жатып айнасынан ұрлана қарындасына еркінен тыс қарай берген айды. Әуелгі 1-2 ай өз-өзімен күресі бұның не? Ол сенің қарындасың ғой, есін ауысқаннан саумысың, жи есіңді деп ішкі даусы талай рет бұған қарсы шыққан. Бірақ сезімге деген ғашықтығы мен іңкәрлігі еш нәрсеге қарамай арта түсті. Кейіннен «Қайда барасың? Ертерек қайт. Мына үстіндегі киімің не?» деген қызғаныштан туған шамадан тыс қадағаулар көбейіп кетті. «Мама, ағам келгелі өмірім қиындап кетті. Үнемі мені бақылауда ұстап жүреді» деп анасына ренішін білдірген сезімге анасы: «Енді ол сенің аған ғой, сені уайымдайды» деп қысқа қайырған әңгімені. Бірде ұлан сезімді киноға алып шықты. Фильм бойы сезім экраннан көзін алмаса, ұлан сезімнен көзін алмады. Қатты құшақтап алғысы келді. Ағасы сияқты емес, жігіті сияқты құштарлана құшақтағысы келді. Шамалыдан соң ақырын ғана сезімнің қолынан ұстады. Сол кезде бірақ сезім селк етті. Ұланға бұрылып қарап еді. Ұлан ұйықтап қалған адамның кейпінде екі көзін жұмып алған екен. Сезім ыңғайсыздана бастады. Себебі бұл жолы қол айқастырулары аға мен қарындастікіндей емес, өзгеше еді. Сезім тыпыршып, қолын тартқылап еді, ұлан жібере қоймады. Фильм біткенше алақандары ажырамай отырды. Екеуіне сырттан қарасаң құдды екі ғашық дерсің. Үйге қайтар жолда сезім өзін біртүрлі сезінді. Келе сала бөлмесіне кіріп кетті. «Сезім, сен не ойлап кеттің? Жай қол ұстағанда тұрған не бар? Оның үстіне ол ағаң емес па? Мына шайтан ойларды арыл. Оның саған деген бөтен ойы болуы мүмкін емес» деп екі қолын кезек-кезек уқалай берді. Іштей өзін осылай жұбатқаны мен ұланның сезімнен қолын саусақтарын айқастыра ұстағаны, ерісі болғанын сезім жақсы түсінді. Бірақ бұл жағдайға сезім аса қатты мән бермеуге тырысты. Бүгін ұлан мазасызданып оянды. Палатасын әрлі-берлі кезіп жүр. Таңға ас алып келген кісіге Ғазиза Қанатқызымен кездесуім керек деп өтініш жасады. «Тыңдап тұрмын ұлан» деді Ғазиза Қанатқызы ұланға қарап. Мен бір жерге баруым керек. Мені жіберіңізші, барам да келем» деп ұлан сабырсыздана бастады. «Қайда барайын деп едің ұлан?» деп сұрады Ғазиза Қанатқызы. Сезімімді соңғы рет көрген кезде сізге арналған бір сыйлығым бар. Ескі сарайдың ішінде деген деп ұлан орнынан тұрып палатаны кезе бастады. «Баруым керек, табуым керек» деп қайталай берді. «Ұлан, тыңдашы, тыныштал.
мында отыр деп Ғазиза Қанатқызы ұланды қайта орындыққа отырғызды. Ұлан, егер сұрақтарыма жауап берсең, мен әкеңе хабарласып сол сыйлықты әкеп беруін өтінемін. Жарай ма деген Ғазиза Қанатқызына Ұлан мақұл дегендей басын изе берді. Ұлан, сен жаңа ғана сезімді соңғы рет көргенімде дедің, иә? Ал сонда саған күнде келіп сенімен сөйлесетін тылсым бейне кім деген дәрігерге Ұлан, ол да сезім, бірақ ол басқаша. Ол ғайыптан пайда болады да тұңғиыққа сіңіп жоқ болып кетеді, деді Ұлан тағы да бір нүктеден көзін алмай. Ұлан, сен оны сезім екеніне сенімдісің бе деп Ғазиза Қанатқызы оған жақындай түсті. Әрине сезім, ол маған ғашық көздерімен қарайды. Мені шашымнан сипап ұйықтатады деп Ұлан еріксіз күліп жіберді. Ғазиза Қанатқызы осы кезде ғана Ұланның екі бөлек әлемде арпалысып өмір сүріп жүргенін түсінгендей, бірі өткен өмір болса, бірі өзі түп санада құрап алған қиял әлем еді.